Елімізде тамақ өнеркәсібін дамыту қажет. Отандық азық-түлік тауарларын өткізу ауқымын кеңейтіп, тағам индустрия саласын жетілдіру керек. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігінде өткен алқа отырысында айтылды. Сала мамандары жолдауды талқылап, алдарына қойылған міндеттерді айқындады. Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбековтың сөзіне сенсек, халық толық ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Шығыс Қазақстан, Алматы және Жамбыл облыстарының пайдаланылмайтын суармалы жерлері қалпына келтіріледі. Су құбырлары жаңартылады. Сонымен қатар шағын және орта бизнеске, тамақ және химия өнеркәсібіне, қызмет көрсету саласындағы жобаларға жеңілдікпен кредит беруге бағытталған 100 миллиард теңге бөлінеді. Басқа елдер өзінің әлеуметтік бағдарламаларын қысқартып жатқан жағдайда, өзінің міндеттемелерін орындалмай жатқан жағдайда, көптеген даму бағдарламаларын қысқартып жатқан жағдайларда, өздерінің күнін өздері көре алмай жұмыссыздық көбейіп жатқан жағдайда, біздің еліміз ешбір сондай қиынсыз осы жағдайда өтіп жатыр.